Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы электрондық почта мен файлдарды қабылдау және жіберу. Электрондық почта біз таңдадық, mail.ru, яғни ресейлік почта қызметін таңдап алдық, ал қазақстандық бізде mail.kz болып табылады. Енді бұл жерде әрқандай бөлік әртүрлі қызмет атқарады. Мына жерде мына белгі кіріс хаттар, яғни бізге келген хаттар тізімі. Мынау жіберілген хаттар, яғни сыртқа шығып тұр. Біз біреуге жіберілген хаттарымыз, файлдарымыз, яғни. Одан кейін шимай адаптер, бұл черновик болып табылады. Бұл жерде бізге қажет емес ақпараттарды осында сақтап қойсақ болады, кейінірек қажет болып қалған жағдайда. Спам, яғни бұл қажетсіз мәліметтерді осында сақтасақ болады. Яғни бізге қажет емес мәліметтер келетін болса, өтірік хаттар келетін болса, біздің атымызға аталмаған, онда оны спам ретінде белгілейміз, және де ол автоматты түрде спамға түседі. Енді кіріс хаттарға кіреміз. Кіріс хаттардан мұнда бізде автоматты түрде ашылады. Google-дан келген екен 6 сәуір күні. Егер бұл сізге мәлімет қажет емес болатын болса, біз оны жою батырмасын басу арқылы удаление жасаймыз. Ал жауап беру батырмасын басу арқылы біз автоматты түрде Google сервисі автоматты түрде шығады, кімге екені, қандай темасы шығады, тақырыбы, және мына жерге автоматты түрде өзінің жіберген хатына, мына хатқа жауап жаза аламыз. Бұл нәрсе бізге қажет емес. Бізде бүгінгі тақырып бойынша біз жаңа хат жіберуіміз керек, яғни ол хат жазу белгісін басамыз. Мына ручканы, хат жазу басылды. Кімге екенін табамыз. Ағылшын тілінде жазайық, өйткені бізде барлық атаулар ағылшын тілінде болып табылады. mail.ru белгілейміз. Мына ондай адам шықты. Енді тема жаңа тақырып деп. Жаңа тақырып деп жазайық. Асығыстық болғаннан кейін осындай қателіктер болып жатыр. Енді prikрепит файл командасын басу арқылы біз жаңа файлды осында тіркейміз. Міне, файл жүктелді. Енді біз оны жіберу батырмасын басу арқылы біз файлымызды жібереміз. Міне, хат жіберілді. Кімге? Осы кісіге мынандай файл жіберілді. Біз оны жіберілген бөлімге бару арқылы мына жерден көре аламыз. Міне, біздің жіберілген хатымыз осы түрде болып табылады. Міне, тақырыбымыздың атауы жаңа тақырып. Мына біз жіберілген файл. Файлды ол кісі жүктеп қарай алады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы. Файлдарды қарау және файлдарды басқа жаңа адамға жіберу болды. Сендерге рахмет, сау болыңдар оқушылар.